Әжемді қатты сағындым. Құрметті оқырман, каналыма тіркеліп, әңгімемді соңына дейін тыңдап, ұнаған болса лайк басып, комментарийде өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Тас боп қатып ұйықтап қалыппын. Атып тұрып, көканадағы қол жуғышқа шала жонасап, апыл-ғұпыл киініп, сөмкемді астына ас бөлмеге өттім. Тыныштық. Үстел бетіндегі ыдыстарға қол тимеген. Тек есімді білгелі тықылынан жаңылмаған ескі сағат қана терезе алдында сөйлеп тұр. Әжем барда. Бәрі басқа еді. Таңертең мына дастархан жайылып, самаурын екі иығынан дем алып, анам екеуі әңгімелесіп шай ішіп отыратын. Азанғысын ыстық тамақ ішпейтінмін. Есесіне әжем ыстық сүтке қант салып, нан турап қоятын. Апыл-ғұпыл сүйсіне ішіп ап, мектебіме кететмін. Әжем жоқ. Апам ұйықтап жатыр. Ас бөлме сәннен айырылып, үнсіз мелшиеді. Көңілім құлазыды. Аузыма нәр салмай, сүйретіліп үйден шықтым. Сабақ оқып отырған бөлмеме апам кірді. Әжем барда шашын желкесіне түйіп, сыртынан жеңіл орамал тартып жүретін. Қазір шаш та жоқ, орамал да жоқ. Жоқ. Мен апамның сәнді киініп, әдемі боп жүргеніне қарсы емеспін. Әжем де қарсы емес еді. Ағайын туыстың ас тойында басына жаулық салғанымен, әкеммен қыдырғанда шашына прическа жасап, тәуір көйлектерін киіп алатын. Бірақ үйге келген соң жеңіл орамалын байлап, онысы өзіне жараса кететінді. Аяқ басқан сайын орамалының желке жақ ұшы желп-желп етіп, бір түрлі әсем тербеліске түсіп, онысы өте тамаша көрінетін. Бірер күн үйде болмаса, немесе әжем қонақтан келсе, алдынан шығып, иіліп сәлем салатын. Бірде мынандай қызық оқиға болды. Апам аулада басын жуып болып, шашын тарап тұрған. Дарбазаның есігі ашылып, әжем кіріп келді. Немерелер өре тұрып келіп, жүгіріп барып құшақтап жатырмыз. Апам сәлем бердік деп иіліп, сәлем салды. Әжем көп жаса, құлыным деді. Әкем, әскери адамдар фуражкасыз шест беруге болмайтыны сияқты, орамалсыз да сәлем салуға болмайды емес пе деп қалжыңдады. Келінім оны біледі, қазір басын жуып тұр ғой, деп әжем апамды ақтап алды. Орамалын тартсын деп әкем де қоймайды. Ол кезде анам басына жаулығын сап үлгерген еді. Қазір әжем жоқ. Анамның басында орамал да жоқ. Кішкентай орамалмен көркемделіп тұратын әдемі көріністе жоқ. Неге екенін аңғармай қалдым. Апам мен әкем аяқ астынан ұрсып қалды. Қойшы осы сен, оттай бермей, деді анам қолын сілтеп. Аузыңа не келсе соны айтады екенсің, білгішсініп. Әжем барда олардың бұлай дауыс көтеріскендерін көрмегенмін. Өкпе ашулары болса, үлкен кісінің алдына бір-біріне сынық сөйлейтін. Сондықтан болар, әкемді пір тұтатынбыз. Анамды ибалы көретінбіз. Оттай бермеші деген сөздің түрпіде естілгені сондай. Әкемді биігінен құлатып жібергендей. Сонысымен ол пір кейпінен айырылғандай жалт қарадым. Балаларының алдында айқайды үдетпейін деді ме? Әлде айтарға сөз таппады ма? Әкем үндемеді. Жүзі сынық көрінді. Әжем барда мұндайдың бірі де болмайтын. Ол кеткелі жылға жақын. Әжем жоқ. Үй ішінде жайма шуақ атмосферада жоғала бастады. Түскі астан кейін әкем жұмысқа кетті. Дастарханды енді жинағалы жатқанымызда апамның бір құрбысы келді.
Қонақжай қазақтың ұрпағымыз ғой. Қайта қазан көтеріліп, шай қойылды. Не керек, сол құрбысы кештетіп, әкем жұмыстан оралғанда ғана «Қой, кетейін, күйеуің келді, ас суын берерсің» деп орнынан тұрды. Мана түскі астан кейін апам екеуміз дүкенге барып, маған аяқ киім алмақшы болғанбыз. Ол жөніне қалды. Жолай электр жарығының төлемін жасамақшы едік. Ол да жөніне қалды. Әжем барда бұлай болмайтын. Ас суын ішкен соң құрбы достары келген шаруасын айтып, ұзақ отыруға ялып кетіп қалатын. Қонақта күтілетін. Үй шаруасы да бітетін. Әжем жоқ. Келместің ауылына кеткелі жыл жарым уақыт өтті. Аяғын тартар, үлкен адам болмаған соң жайдақтық еркін көсілді. Шаңырақтың айбаты әжем екен-ау. Тойға шақырушы келді. Тойлыққа не апарамыз деген мәселе күн тәртібіне ілінді. 2 кредиттің де уақыты болды деп кіжінді апам. Төлемесең үстіне пайыз жамылады. Осындайда апамның пенсиясы да жақсы еді деп күңкілдеді әкем. Әжем жоқ. Береке де жоқ. Кеше абысынды түсімде көрдім. Орнына Құран оқып, қол жаяйын, соны дәметіп жатқан шығар деп әдейі келдім деді Дүрия әжей жайғасып жатып. Құран оқыды, бата қайырды. Әжем жайлы аз кем жақсы сөздер айтып кетіп қалды. Әжем барда бейсенбі, жұмада иш шығаратын. Кейде 7 күлше пісірсе, кейде тапаға 7 нан пісіретін. Ал кейде ыстық тапаға нанға май сап жегізетін. Соңынан Құран оқитын. Өлгендерді түгендеп дұға жасайтын. Әжем жоқ. Ол әдетте ұмытыла бастапты. Студентпін. Жазда каникулға үйге келсем, апам үй тірлігімен, ал әкем газет қарап отыр екен. Менің келгеніме қуанысып, қауқылдасып қалдық. Шай қайнап дастарханға тәттілер қойыла бастады. Маған қояр әкемнің сұрағы бітер емес, сағынысып қалыппыз. Байқаймын, апамның кең етек, жаздық лямка көйлегінен еңкейіп дастарханға ас қойған сайын 2 төсі еркін көрініп, онысын өзі білетін болу керек. Көйлегінің апандай ойыған бір қолмен жапқыштаған болады. Мен ұялып әкеме қарағыштаймын. Ол кісі оған мән бермейтін сыңайлы. Әлде көрсе де көрмеген бола ма? Әлде айта-айта сөз өтпеді ме? Үндемеді. Әжем барда басқа еді. Анашымның жеңіл қалатының жаға жеңі болатын. Қалатымен түстес орамалы сәндеп тартатын. Ана жерім, мына жерім ашылып қалар деп жанталаспай, 2 қолымен тәрелке ұстайтын. Әжем жоқ. Анам да әжем бардағы ипасынан айырыла бастапты. Төлеш деп дауыстады көрші Жағыпар аға. Апам қарсы бөлмеден жүгіріп шығып, ол үйде жоқ, сәлеметсіз бе, қайнаға деп ек қаға амандасты. Жақсымысың келін деп аға да келген шаруасын тез-тез айтып кетіп қалды. Әжем барда апам Жағыпар ағаға иіліп сәлем салатын. Сәлеміне үлкендер бата беретін. Сәлем салғаннан белің үзіліп қалмайды. Бата алсаң, әрі ибалы келін атанасың. Періштенің құлағы бірде ашық, бірде жабық болады. Батаның артықтығы жоқ қалқам, дейтін еді-ау әжем. Әжем жоқ, сәлем де жоқ, бата да жоқ, бата алуға ниет те жоқ. Тағы бірде дастархан басында отырдық. Баяғы еңселі самаурынның орнына құйыршығын шұбалтқан электр шайнек келді. Жағалай отырғандарға 2 рет кесе жөнелткеннен кейін қалмай оның суы таусылды. Газдағы шайнек қайнаған шығар, соны әкел
мынаған су толтырып тоққа қос деді маған. Осылай отырып тұрғыза бергенше самауыр неге қоймадың дедім. Мен әжемнің қызы болғандықтан батылдау сөйлеп, ой қойшы, оны кім қайнатып отырады? Мен үндемедім. Әжем барда басқа еді. Буы бұрқыраған самаурынның демі шай ішіліп біткенше басылмай, әдемі сүйкімді үн шығарып тұратын. Әжем де жоқ, самаурын да жоқ. Пұшық шайнекте үн жоқ, дастарханда сән жоқ. Бірде үйге келсем, апам аулада кір жуып отыр екен. Жиналған кірдің ішінен әкемнің көйлегінің жағасының үстіндегі іш киімнің жатқанын көзім шалды. Жүрегім зу етті. Әжемнің, еріңнің киімін жерге тастама, ерің пірің. Күйеуіңнің киімінің жағасын баспа, балаларға бастырма, еркегіңнің құты қашар. Іш киімдерді бөлек жу, өзге киімдерге қоспа, дейтінін жасымда көп еститінмін. Және сол орындалатын да еді. Тіпті көнерген киімдерді майлық сулыққа немесе басқа қажеттерге де жаратар. Кездің өзінде жағаларын қайшымен бөлек кестіріп алатын. Кір жуылды, ауладағы сым арқанға жайылды. Анамның іш киімдері де, төс тартқыштары да мен мұңдалап керіле қалған. Әжем, іш киімдерді жұрт көзінен тасалау жерге жай. Орын болмаса үстін шүберекпен көлегейле дейтін. Ең қызығы, үйдегі ержеткен ұлдардың көре-көре көздері үйреніп, еттері өліп кеткен бе? Түк болмағандай үйге кіріп шығады. Әжем жоқ. Үйдегілерден ұятта кете бастапты. Әжемнің бөлмесіне кірдім. Мен ес білгелі бұл бөлме солай аталады. Бұрышта үлкендеу сандық, оның үстіндегі 2 кілем жиналатын. Саусақтарым ойылып, осы кілемді саған арнап тоқыдым. Мынау балдақ, мынау қос тұмсық оюы. Ал мына жерде сенің атың жазулы. Ертең мен түйе айдап кеткенде, көзімде көріп, керуетіңнің тұсына тұтарсың, дейтін жарықтық. Сосын, қазіргі мына дүкеннің кілемдерінен бұның өлімтігі артық. Қолдан тоқылған, қойдың таза жүні деп тағы қоятын. Негізі бұл бөлмеге күнде кешкісін әжем екеумізге ғана төсек салынатын. Бірақ таңертең үйдің 6 баласы да осы бөлмеден өретінбіз. Мен немерелердің үлкені болған соң әжемнің меншікті қызымын. Кішінім Әнуар ғана ата-анамызбен жататын. Бала ес білгенше ата-анасымен жатса мейірімді болады дейтін әжем. Ал ұлдарға көрнәмәні жейсің де, ойбай ішім дейсің бе? Әр нәрсені жеп, түнімен желдетесіңдер деп бөлек бөлмеге жатқызатын. Түннің бір уағында бір-бірімен сыйыспай, немесе қорықтық деп сылтауратып, көрпе жастықтарын сүйретіп, жанымызға келетін. Кейіннен Әнуарда әй шайға қарамай, біздің аяғымызды басып жаншып, туралап келіп, әжемнің көрпесіне қойып кететін. Ой аққозым, құлыншағым, шүкімдейім, шүрегейім деп әжем де бауырына баса қоятын. Әжем екеуміз үлкен 2 кісілік жастықты жастанатынбыз. Ол өзі ауырда еді. Енем жарықтық бізге осы бас жастықты өзі тігіп беріп еді деген. Әжем бірде. Атам қайтыс болған соңда жастық сол үлкен қалпында қолданыста болды. Қазақ бір жастықта қартайыңдар дегенде, ерлі зайыпты жақын жатсын. Жақын жатқанның тәні жабысады, жаны табысады. Араларында сүйіспеншілік, сыйластық, түсінушілік болады деуші еді. Келін өзі жастығын 2-ге бөлді де тастады. Сонда екеуі 2 жастықты құшақтап, бөлек-бөлек томпиып жата ма? Мен түсінбеймін, деп сосын сөзін қайта жалғап. Әй, өздері білсінші, дейтін жақтырын қарамай. Бөлмеге кірсем, жастықта жоқ.
Әжемнің көрпе төсегі де жоқ. Маған арнап тоқылған шоқтай әдемі кілемі еденге жайылыпты. Жүк үстінде қабырғада атамның жастау кезіндегі суреті ағаш жақтауға салынып ілулі тұратын. Ол да көрінбейді. Терезенің бұрышына таман ақ мақтаға оралған, биіктігі 30-40 сантиметрдей болатын шойын темір төс бар еді. Әжемнің атасы әрі көрік ұстаған ұста, әрі қасиетті кісі болыпты. Кішкентай кезімізде біреуміз ұшынып ауырып, тұмаурата қалсақ, әжем білген дұғасын айтып, әлгі төсті сумен шайып, сосын сол суды қолымызға, қолтығымызға, тамағымызбен, жон арқамызға жағып, төсекке жатқызып тастайтын. Ертеңгісін ештеңе болмағандай шауып кетуші едік. Сосын төсті аққа орап, үстіне тозығы жеткен сұр кішкентай тақияны кигізетін. Оның көнергені сонша тіпті түсі оңып кеткен еді. Бұл атамның әкесінің маңдайының тері сіңген бас киім екен. Мына жердегі төс қайда? Әжемнің сандығы қайда деп сұрадым апамнан. Сарайда. Төс сол сандықтың ішінде деді жайбырақат. Сарайға барып төсті алып, шаңын сүртіп, терезе алдына қойдым. Мен әжемнің бөлмесінде ұзақ отырдым. Залға диванға төсек салып қойдым деп бөлмеге анам кірді. Мен осы бөлмеге жатамын дедім. Жүзіме бір қарады да үнсіз шығып кетті. Әжемнің жастығы қайда? 12 жастық етіп бөліп тастағанмын. Тілім байланды. Көмейіме өксік келді. Апамның жай бейхам, ешқандай сезімсіз. Жүрдім бардым айта салғаны. Әжем жайлы менің жүрегімдегі әдемі әлемнің быт-шытын шығарды. Әжемнің шынымен өлгені ме? Көзден кеткені, көңілден кеткені ме? Көкірегім қарс айырылып, көзімнің жасы бетімді жуып, омырауыма тырс-тырс тамып жатты. Әже, мен сені сағындым деп бар даусыммен айқайлағым келді. Саусақтарының ісі, алақанның табы, қалған кілемнің үстіне құшағымды жайып, ет бетімнен дыбыссыз жылап жата кеттім. Қалайсың деген, я әке, я шеше, я бауыр болмады. Жылап жатып, талықсып, ұйықтап кетіппін. Түсімде әжемді көрдім.